Америкада Хелен Хетцел деген әйел королева конкурсов деген атқа ие болған. Қандай конкурсқа қатысса да әрқашан ұтатын болған. Жүрген жерінде приз ұтып жүретін болған. 5000-ға жуық конкурсты ұтып шыққан әйел даже Нью-Йоркта 1964-65 жылдары выставкаға қойылған үйді да ұтып алған. Журналистер құпияңыз неде жеңісіңіздің деп сұрағанда менің өзімнің методым бар деген. Спек деген техникасы бар екен. 4 этаптан тұратын. Ол методты техниканы орындамай жатып, адам постоянно позитивный мышлениеде жүру керек екен. Яғни тек қана жақсы ойларда. Ол спек техникасының бірінші этапы выбор дейді. Таңдау. Не қажет сізге, қандай желанияңыз бар, арманыңыз бар. Например, машина деп алайық. Мен мына машинаны қалаймын деп таңдау жасайсыз. Екінші, арманыңызды корректировать етесіз. Яғни машинаны таңдадыңыз ғой, машина қандай маркада, қандай светі қандай, іші қандай, салон қандай, бәрін представить етесіз, даже номеріне дейін. Үшінші, сол арманыңызды күтесіз, сеніммен күтесіз. Болмай қалама деген сияқты әшейін үміттеніп болмайды. Шын жүрекпен келе жатқандай сеніммен күтесіз. Төртінші, сол арманыңыз орындалғандай, қолыңызға жеткендей қуанып, Вселеннаяға благодарность білдіресіз. Яғни Құдайға рахметіңізді айтасыз, шүкіршілік етесіз, қатты қуанасыз. Осы 4 техниканы шын жүрекпен сеніп орындасаңыздар, армандарыңыз орындалады екен. Қазіргі таңда көптеген коучтар осы методтарды қолданып сабақ үйретіп жүр адамдарға. Негізі адам миына шекара қоймау керек. Сенбеймін, өтірік деген сияқты миларыңызға шекара қоймаңыздар. Миларыңызды бостандыққа жіберіңіздер, сеніңіздер. Сіз де достойный адамсыз. Сізді де мына Вселенная жақсы көреді. Солай өзіңізді Вселеннаяға өте қажет екеніңізді сезініңіз. Әрбір адамның арманы орындалады. Дұрыстап армандай білу керек. И ол арманның орындалуына сену керек. Мүмкін емес, ақша жоқ дегенді қою керек. Егер Құдай қаласа, жолын тауып береді. Мүмкін сізде бір конкурстан ұтып қаларсыз. Мына өмірде естеріңізде болсын. Ғажайыпқа сенетін адамдардың ғана өмірінде ғажайыптар болады. Яғни чудоға сенсеңіз, өміріңізде чудолар болып тұрады. Еш нәрсеге сенбесеңіз, еш нәрсе болмайды. Бәрі мына біздің миымызда, ойлау қабілетіңізде. Ешқашан миларыңызға шекара қоймаңыздар. Миыңыздағы негативті алып тастаңыздар. Подписчиктің сұранысымен бүгін Берген деген Турцияның танымал болған әншісін айтып берем. Берген деген псевдоним, шын аты Белгин болған. Берген кішкентайынан талантты әнші болған, мектеп бітірген соң музыкальныйға түседі. Жағдайлары төмен болғандықтан оқуды 2 жылдан кейін тастап кетеді. Ақша табу үшін өзіне ұнамайтын жұмыс істеп жүргенде 1977 жылы достарымен ночной клубқа барады. Сол жерде достары өлең айтшы деп қоймағандықтан ән айтады. Клубтың менеджері қыздың талантын байқап, өлең айтқаны ұнап, жұмыс ұсынады. Берген келседі. Солай ночной клубта күнде кешкісін өлең айта бастайды. Берген тұрмыста болған, бірақ әншілігінің кесірінен күйеуімен ажырасып кеткен, араларында бір қыз болған, қыз күйеуінде қалған. Уақыт өте басқа ночной клубта ән айтып жүргенде, сол клубқа мафиозник Халис Сербес деген жігіт келеді. Халис Бергенді бір көргеннен ұнатып қалады. Күнде кешкісін келіп, әнін тыңдап отыратын болған. Гүлдер жіберген, подарктер жіберіп отырған. Бірақ Берген бұл жігітке қарамаған. Сол кезде Халис Бергеннің айдап жүрген машинасын өртетіп жібереді. Ол машина ночной клубтың машинасы болған, сондықтан ночной клубтың бастығы ақшасын сұраған. Солай Берген ночной клубқа қарыз болып қалған. Сол кезде Халис джентльмен болып қыздың қарызын төлеп берген. Берген өзінің қарыздары сезінді ме, әлде жігіттің джентльмендігі ұнады ма, екеуі жүріп кетеді. 1982 жылы үйленеді. Халис өте агрессивный жігіт болған, әйелін постоянно ұрған, қызғанған, әнші болғанын қаламаған. Оның үстінде бірінші әйелі болған, оны Бергеннен жасырған, бірақ кейін ол әйелмен ажырасқан. Берген қайта-қайта күйеуінен қашып кетіп жүреді, бірақ постоянно Халис кешірім сұрап қайтарып отырған. Берген Халиспен ажырасам дегенде, Халис адам жалдатып, қыздың бетін азотный кислотамен күйдірген.
Азотный кислотадан Бергеннің оң көзі күйіп көрмей қалған. Всегда бетін жауып, осылай ән айтып жүрген. Халис Сербез сол кезде сотталған, бірақ ұзақ отырмай 6 жылдан кейін за хорошее поведение түрмеден шыққан. Халис Бергеннен кешірім сұраған, неге екені белгісіз, Берген кешіріп бірге тұрған. Бірақ Халис өзгермеген, руын тоқтатпаған, сондықтан окончательно қыз ажырасам деп шешеді. Халис әйелі тастап кеткеннен қатты ашу келіп, қызды аңдып жүріп, анасымен болған, қызды атады. Бергенге 6 оқ тиеді. Қасында анасы болған, анасы қорғайым дегенде анасына 3 оқ тиеді. Берген қайтыс болады. Халис Германияға қашып кетеді, бірақ ұсталып, сотталады 15 жылға, бірақ за хорошее поведение 3 жыл түрмеде отырған. Әйелім өлсе де тыныштық бермеймін дегендіктен Бергеннің мазаратын осылай қоршап қойған. Американың азаматтары Тина и Гейб үйленгеннен кейін бал айына Австралияға кетеді. Жігіттің хоббиі болған дайверлік, теңіздің астына түсу. Тинаға да дайверлікті үйрен деп, қызға да үйреткен. Солай екеуі бал айында мұхиттың түбіне түседі, күйеуінің қалауымен. Әйелінің опыты аз болған. Гейб қызға кішкентай баллон берген, ауасы аз, өзіне үлкен баллон алған. Гейбтің дайверлік опыты өте жоғары болған. 50-ден астам судың астына түсіп жүрген. Адамдарды құтқара алатын опыты болса да, сол күні әйелін құтқармаған. Судың астына түскенде Тина тұншыға бастайды. Қолымен күйеуін шақырады. Күйеуі келіп жоғарыға алып шығудың орнына сол жерде ұстап тұрады қызды. Тина тұншыға бастайды. Ұстап тұрған күйеуін итер жүргенде маскасын қимылдатып жібереді күйеуінің. Күйеуі маскасын жөндеп, сол жерде қызға көмектесудің орнына өзін жөндеп тұра береді. Тинаға ауа жетпей талып, төмен қарай түсе береді, ал Гейб көмектесудің орнына жоғары қарай жүзіп кетеді. Тинаны басқа дайвер специалист судың астында жатқанын көріп, алып шығады. Алғашқы көмек көрсетіледі, бірақ қызды құтқара алмайды. Полициялар істі тексереді. Гейбке неге әйеліңізге көмектеспедіңіз? Сіздің опытыңыз күшті ғой дегенде, мен көмек шақыру үшін тезірек жоғары қарай жүздім деп айтқан, бірақ қолындағы компьютерін тексергенде асықпай жүзген болып шығады. Яғни Гейб әйелін өлтіру үшін судың астында қалдырып кеткен. Өйткені Тинаның страховкасы болған, сол страховканы алғысы келген. Тойдың алдында Тинаға айтқан, сенің өміріңді страховать еткен қағаздардың бәрін менің атыма аударып қой, ертең саған бір жағдай болғанда ол ақшаны мен алатын болайын деген. Тинаның ата-анасы Тинаны көміп, күнде гүл апарып тұратын болған могиласына. Бірақ сол гүлдер жоқ болып кетіп отырған, сондықтан ата-анасы скрытый камера қояды. Сөйтсе, Гейб келіп, гүлдерді, подарктерді қойып кеткен могилаға алып кетіп отырған, мусорға тастап отырған. Гейбке неге олай істедің дегенде, Тинаға ондай нәрсе ұнамайды дейді. Уликалар аз болып Гейбтің соты ұзаққа созылып кеткен, бірақ сотталады 4,5 жылға. Оның 18 айында Австралияда отырып, одан кейін Америкаға ауыстырылғанда соты, Америкадағылар улика аз деп бұны қамамайды. Тина қайтыс болғаннан кейін 3-4 жылдан кейін басқа қызға үйленіп алған. Әйелінен қалған үйде басқа әйелмен тұрып жатыр. Альберт и Рита деген британский Колумбияның азаматтары 2011 жылы март айында Лас-Вегасқа өздерінің машинасымен жолға шығады. Фургонмен шыққан ерлі зайыптылар жолда Бейкер-Сити қаласына тоқтап, тамақтанып, жолға запас тамақтар алып алады. Қолдарында қағаз карта болған, одан бөлек машинада навигатор болған. Сол навигатормен Лас-Вегасқа ең қысқа жолды таңдап, жол жүріп кеткен. Ол кездің навигаторлары көбінесе қате болып шығатын болған. Солай дұрыс жолды көрсетпей, бұлар басқа жаққа кетіп қалады. Адам тұрмайтын, адам жүрмейтін жаққа кетіп қалған, жол таспен лай аралас болса да мән бермеген, машиналары лайға тығылып тірелген кезде ғана жолдан қателескендерін түсінген. Лаймен қарға тығылып қалған машиналарын 3 күн бойы шығаруға тырысқан. Сет ұстамаған, ешкімге звондай алмаған, айдалада екеуі бір жақын жердегі бір
адамдар тұратын жерге барайық деп шешкен. Екеуі 7 километр жаяу жүреді. Ешқандай адамдар тұратын жер көрінбейді. Ританың тізесі ауырып, артқа қайта қайтады. Күйеуі Ританы машинаға қалдырып, көмекті өзім шақырып келем деп, қолына картасын алып, жаяу кетеді. Содан қайта оралмайды. Рита 49 күн бойы машинада өмір сүреді. Машинаға жақын жерде өзен болған, сол өзеннен ішуге су әкеліп отырған. Қалған уақыттарда Библия кітабын оқып отырған. 49 күн бойы жолға алған суға фрукты мен тамақтарын аз-аздан ұзаққа жетсін деп жеп отқан, таусылған. 49-шы күні су алып келе жатқанда әлсіздіктен құлаған. Құласа да машинаға сүйретіліп барып, осы соңғы күнім болар деп көзін жұмып жатқанда машинаның терезесін біреу тоқылдатқан. Олар квадроциклмен келген охотниктер екен. Солай Ританы аң аулауға келген адамдар тауып алған. Ританы ауруханаға жеткізеді. Рита полицияға күйеуінің көмек шақырып келем деп жаяу кеткенін айтады. Күйеуі Альбертті ешкім таппаған. 1 жылдан кейін таулы жердің бір талдың астында өлі денесінің бөлшектері табылған. Көмек іздеп кеткен Альберт ешқандай адамдар тұратын жерді таппай, айдалада талдың астында ұйықтап кетіп, суықтан қатып қалған. Техас штатында Кристофер деген 1989 жылы туылған жігіт ата-анасы ажырасқан соң әкесінің қолында қалған. Кристофердің анасы Ким, әкесі Стивен ажырасқанда соттың шешімі солай болған. Екеуі баланың тәрбиесіне талай ұрсып қырылған. Солай Кристофер екі ата-ананың арасында ары-бері жүріп өседі. Анасы Техас штатында тұрған, әкесі Хьюстонда тұрған. 2012 жылы Кристофердің әкесі Кристоферді жабық бір интернатқа жібереді. Жігіттерге арналған интернат, ешкім шыға алмайды, ешкім кіре алмайды, телефон өшірулі болатын болған. Анасы баласымен хабарласа алмай қалады. Баласының телефоны постоянно өшірулі болған. Интернаттан демалыс күндері ғана жігіт шыға алатын болған. 2012 жылдың ноябрь айында Кристофердің өлі денесі әжесінің үйінен табылады. Кристоферге шын мәнінде не болғаны белгісіз. Бірінші экспертизада жігіттің жүрегінде туылғаннан ақау болған, содан жүректен приступ беріп қайтыс болған деген. Кейін тағы тексере келе қанынан цианид шыққан. Жігіттің уланғаны анықталған. Жігіт өз-өзіне қол жұмсады деген, әкесі баласын кремировать етіп, сосын барып анасына айтқан. Баламыз қайтыс болды, осындай цианидпен уланған, случайно ма, әлде өз-өзіне қол жұмсағысы келді ма, білмеймін. Мен уже кремировать етіп жібердім деген ғой. Анасы Ким қатты күйінеді. Неге мен баламмен қоштаса алмадым? Неге маған айтып барып кремировать етпейсің? Неге маған қайтыс болғанын айтпайсың деп күйеуімен ұрсады. Солай күйініп жүрген анасы 1 жылдан кейін Real Bodies деген Лос-Анджелестегі музейге барады. Бұл музей анатомиялық музей, өлген адамдардың терісін алып тастап пластмасс құйып, қатырып адамдарға көрсетеді. Сол музейден баласының мүсінін көреді. Түрін болмаса да, терісін алып тастаған болса да, баласын бірден таниды. 27 номердегі мүсін менің баламның денесі, маған данныйын беріңдер дейді. Музей мүсіннің кімге тиесілі екенін біз айта алмаймыз дейді. Бізде данныйы жоқ дейді. Анасы ДНК істейік, бұл менің балам деп тұрып алады, бірақ музей ДНК істемейді. ДНК істеу мүмкін емес, біз уже пластмасс құйып тастағанбыз үстіне дейді. Анасы Фейсбугында бәрін жариялап, ДНК требовать етіп жатқанын айтқан. Музей ешқандай шара қолданбаған. Қазіргі таңға дейін Кристофердің анасы осы мүсіннің баласы екенін доказать ете алмай жүр.